Баяу қимылдайтын аю. Бірде бір аю өте баяу болыпты. Ол дүниедегі барлық жаннан баяу қимылдайтын. Сөйлегенде де өте баяу сөйлейтін. Басқалар оның әңгімесін шыдап тыңдай алмайтын. Бірде жазда аю балмұздақ дүкенін ашты. Бірақ ол балмұздақты дайындап болғанша қыстың уақыты келіп қалды. Ал қыста ешкім балмұздақ жемейді. Аю ойлана, қазір суық. Неге шарфтар дүкенін ашпасқа? Деді ол. Бірақ ол бір шарф тоққанша суық қыс та өтіп, күн жылынып кетті. Жазда кімге шарф керек? Сөйтіп аю бірде-бір дүкен аша алмады. Сосын ол жақсы жұмыс табуға бел буып, жаңалық жүргізушісі болмақшы болыпты. Енді басты жаңалықтар. Жарты сағатқа жоспарланған жаңалықты аю сонша баяу айтып, түн ортасында ғана аяқтады. Ал адамдар оны тыңдамастан ұйықтап қалды. Аю тағы да сәтсіздікке ұшырады. Кейін ол досынан көмек сұрап еді. Көңілді қоян оған: "Бұл оңай ғой, сен пойыз айдай аласың." Бірақ аю пойызды тым баяу жүргізгені соншалық, ол тіпті ұлудың жылдамдығындай қозғалды. Жолаушылар ашуланып: "Әй, тезірек жүргіз, құрт сияқты баяу келеді ғой", депті олар. Аю бірнеше мамандықты байқап көріпті. Содан соң ол керемет бір іс ойлап: "Мен жол тегістейтін каток жүргізушісі бола аламын ғой", деп ойлана ол. Содан бері аю нағыз жақсы жол катогының жүргізушісі болып, ол бұл жұмысты шынымен жақсы атқарып жүр. Аю достарына: "Міне менің ең сүйікті жұмысым", депті ол.